Сәлеметсіңдер ме балалар? 4 сынып әдебиеттік оқу 54 сабақ. Біз қиялдай аламыз тақырыбында. Түрлі дерек көзден ақпарат аламыз. Көркем шығарманы иллюстрациясымен салыстырамыз. Құрастыр. Бірінші жаттығу: суретке қарап, қиялға жайып әңгіме құрап айтыңдар. Балалар, бұл суретке қарап, біздер былай деп әңгіме құрап көрейік. Бұрынғы өткен заманда құрғақшылық белең алыпты. Құрғақшылық болғаны соншалықты жердің беті жарылып, кеуіп қалыпты. Адамдар шөлден қиналып, малдар сусыз қалыпты. Мұны сезген ауылдың баласы Заманбек суды іздеуге жолға шығады. Көп жол жүріп бір жерге тоқтаса, судың ағып жатқанын көреді. Содан Заманбек бар күшін жинап алып, жерді тау-тасымен, өзен-көлімен бірге көтеріп алады. Содан оны ауылына келіп көтеріп тұрады. Су іздеген барша тірі жан суға қарық болып Заманбекке алғыстарын білдіреді. Әбділда Тәжібаев 1909-1998 жылдар аралығында өмір сүрген ақын, драматург. Ақмешіт, Қызылорда қаласында дүниеге келген. Балаларға арналған өлеңдері оқуға жеңіл, қызық. Ақынның табиғат құбылыстары туралы Алтынай, Көкек, Жаңбыр, Толағай, Қыс ата, Қыс пен жаз, тағы басқа да өлеңдері бар. Келесі: түсініп оқы. Толағай: ықшамдап алынды. Сонау ертіс жағасында болған біреу Саржан атты. Жұбайы да өзіне сай, атты Айсұлу Ақмаралдай. Дүниеге бір бала келді, 30 күндік мерекені, естен кетпес берекені сол ауылға ала келді. Ақсақалдар қол көтеріп, жас бөбекке бата беріп, Толағай деп қойыпты атын. 7 жаста садақ атты. Атқан оғы тасты атты. Жай отынан кейін емес, темірден де өткізеді жылдар өткен. Жазғытұрым басталды бір жаман ырым. Жаумай жауын жалғыз тамшы, ерте солды гүл бәйшешек, еркін өспей қурады шөп. Ел күйзелді ем таба алмай, жалбарынды тілеп жауын, көкжиектен көзін алмай, сезген мұны Толағайда. Сабырсыздық болды пайда, қайтсем жауын жаудырамын, ел сусынын қандырамын. Көп өтеді бір күндері, шешесіне еркеледі. Тағы да бар бір сұрауым, көп жауады қайда жауын, білсең апа айтшы деді, айғақ ете үлкендері. Апатайы жауап берді, деген сөз бар тауда таңдар, қарлы шыңды тау жерінде, Тарбағатай өңірінде, үзілмейді жылда жаңбыр. Толағайың тыңдап алды, екі беті гүл-гүл жанды, кідірмеді жүріп кетті, асқар тауға келіп жетті. Таңдап жүріп тау жотасын, талғай қарап орман тасын, көңілі сүйген бір жат қалды, ұзақ ырғап бөліп алды. Арқасына салды дағы, келбен ізбен қайта оралды. Арқалады ауыр тауды, маңдайдан тер көл боп ақты. Жеткенше демалмаймын деп, шаршаса да тоқтамапты. Тау жақындап қалды келіп, бұйраланған бұлт өңгеріп. Таңданысты көрген адам, толағайлап шулап қалық. Қуанбаған қалмады жан, құйды жаңбыр сел боп ақты. Күн күркіреп шатырлапты, шөлдегендер суға қанды, ауыл қайта ажарланды. Күл еңкейіп шөккен кезде, сүрінді алып әлденеге, кетті құлап тұра алмады, қайта қарау қыла алмады. Апа деді жалғыз ғана, тауда басып шөге берді, апасы жас төге берді. Ауысыпты заман талай, аталғалы тау Толағай. Соны үлкендер ерте кеткен. Авторы Әбділда Тәжібаев. Келесі: салыстыр. Екінші тапсырма. Кесте бойынша салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылығын айт. Мен құраған әңгіме. Балалар, бұл жерде біз мен құраған әңгіме мен Толағай жырының ұқсастығын салыстырамыз. Екеуінде де тақырыбы Толағай. Екі әңгімеде де елін құрғақшылықтан құтқару үшін жаңбыр жауғызды. Екеуі де қиялға жайып ертегі. Келесі: ізден. Үшінші тапсырма. Жырдан Толағайдың ерлігін суреттеудегі әсірелеуді тауып оқыңдар. Арқалады ауыр тауды, маңдайдан тер көл боп ақты.
жеткенше дем алмаймын деп шаршаса да тоқтамапты. Мінекей балалар, біз осы бөлігін әсірелеу деп атаймыз. Келесі, біліміңді қолдан. 4-ші тапсырма. Әсірелеу тәсілі арқылы бейнеленген кейіпкерлер қайсысы? Бұл жерде балалар әсірелеу тәсілі арқылы бейнеленген кейіпкер Қобыланды батыр екен, балалар. Ал екінші суреттегі ол көлеңкеде демалған шаруа туралы. Біздер дұрыс жауабы Қобыланды батыр. Келесі, жырды оқығанда қандай сезім пайда болды? Толағай жырын оқығанда елге, жерге деген батырлық сезімі оянды. Елге, жерге деген жанашырлық, мейірім, қуаныш сезімі пайда болды. Еліме әрдайым көмек бере алсам, осы Толағай секілді жақсылық жасасам, арманым жоқ секілді сезім пайда болды. Келесі, дәлелде. 6-шы тапсырма. Толағайдың бейнесінде қиял-ғажайып белгілер бар ма? Иә, Толағайдың бейнесінде қиял-ғажайып белгілер бар. Толағайдың ерлігі батырлар жырындағы қай кейіпкерлерге ұқсас? Толағайдың ерлігі батырлар жырындағы Қобыланды батырдың кейіпкеріне ұқсайды. Толағайдың ерлігінен кейін туған жері қалай өзгерді? Толағайдың ерлігінен кейін туған жері суға тойып, өсімдіктер, гүлдер шөпке оранып, жердің беті көгеріп, әдеміленіп, айнала көгеріп, шөлдеген адамдар суға шөлдерін қандырады. Толағайдың елі қуанышқа кенеліп, табиғат жасыл желекке оранды. Үлкендердің көмегімен Толағай тауы туралы деректі ізде. Тау еліміздің қай облысында екенін анықтап, әңгімелеуге дайындал. Толағай тауы Қазақстанның шығыс бөлігінде, яғни Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Бұл тау Батыс Алтайдың тау жүйесіне жатады. Толағай тауының биіктігі шамамен 2000 метрге дейін жетеді. Толағай тауының ерекшеліктері: географиялық орны Шығыс Қазақстан облысының Алтай ауданының аумағында, Алтай тауларының бір бөлігі ретінде айналасында әдемі табиғатымен ерекшеленеді. Толағай тауы табиғат аясында демалуды қалайтындар үшін тамаша орын болып табылады. Осылай жазып алсаңыздар болады. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жаңа сабақта көріскенше сау болыңдар. Балалар.